Сәлеметсіңдер ме? Қалдарың қалай? Жақсы. Өте жақсы. Оқушылар, бүгінгі сабаққа сендерге мен сәттілік тілеймін. Бүгін нешесі? Желтоқсанның 20-сы. Жақсы, өте жақсы. Аптаның қай күні? Сәрсенбі. Сәрсенбі, өте жақсы. Максим, ауа райы қандай? Ауа райы қандай? Күн? Суық. Суық. Жақсы, өте жақсы. Ендеше балалар, барлығымыз тақтаға назар аударайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз шаш үлгісін таңдаймын деп аталады. Ары қарай бүгінгі тақырыпқа байланысты осындай сөз жұмбақтарды шешіп алайық. Қазір мен сұрақтарын оқимын, бір-бірден тақтаға шығып жауаптарын жазамыз. Бірінші, көлденеңнен нелердің жауаптарын жазасыңдар. Бірінші сұрақ. Шаштараз құралы. Тарақ. Келе уақытыдан жаза ғой. Бірінші. Тарақ. Өте жақсы. Отыра ғой. Екінші сұрақ. Шаштараз не қияды? Не қияды? Қайшы. Шаштараз не қияды? Не қияды? Шаштараз, міне екінші. Шаштараз не қияды? Шаш қияды. Келе ғой жаза ғой. Шаштараз, шаш қияды. Жақсы. Так, одан кейін жиһаз атауы. Жиһаз атауы, Максим. Жиһаз атауы. Макар. Кресло. Жақсы, жаза ғой. Өте жақсы. Тамаша. Тез шығып жазамыз. Жаза ғой. Тыныш. Жақсы. Төртінші сұрақ. Жуғыш зат. Кім біледі? Жуғыш зат. Жуғыш зат. Сусабын. Өте жақсы. Әділжан, сен қолың қоя тақтада. Әділжан шықты. Кім жазады? Сусабын. Келе ғой, жазады. Төртіншісіне сусабын деп жаза ғой. Сусабын. Жақсы, ары қарай. Тыныш. Ары қарай. Отыра ғой, жақсы. Енді қараңдар, балалар. Тігінен. Жоғарыдан төмен қарай. Бірінші сұрақ. Шаштараз киімі. Шаштараз киімі. Жоқ, киім. Одежда. Шаштараз киімі. Жоқ, алжапқыш. Макар, ой жарайсың жаза ғой. Алжапқыш. Алжапқыш. Тыныш. Тосамыз, жас болғанша алжапқыш жақсы. Екінші сұрақ. Шаштараз құралы. Шаштараз құралы. Екінші сұрақ. Шаштараз құралы. Қайшы. Жақсы, келе ғой жаза ғой. Қайшы. Тамаша. Қайшы. Жақсы. Так, ағай, шаштараздың бөлмесінде люль тұрады. Не люль тұрады шаштараздың бөлмесінде? Не люль тұрады? Айна. Не люль тұрады? Келе ғой жаза ғой. Айна. Кел, тапа. Тәжеге, үшіншіге айна деп жаза ғой. Айна. Жоқ, жазылды ғой. Бар. Ары қарай келесі жазамыз. Келесі әріпті. Айна. Айна. Тыныш. Айна. Жақсы, отыра ғой. Келесі шашты тарақпен не істеу керек? Тарау керек. Келе ғой Аделя. Шашты тарақпен тарау керек. Тыныш. Төртінші қайда? Тарау керек. Жаза ғой. Тарау.
Шашты тарақпен тарау керек. Жақсы, өте жақсы балалар. Осы сұрақтың барлығы, жауаптың барлығы немен байланысты? Тақырып қандай тақырып болды? Қандай тақырып болды? Қараймыз, кітапқа айтамыз. Шаш үлгісін таңдаймыз, шаш үлгісін таңдаймыз. Жақсы, өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді ары қарай жылжиық. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Жаңа сөздерді кім оқиды? Әділжан оқи қойшы. Жаңа сөздерді кім оқиды? Текіреген, ерошенный, выйдеха, запутанный, қан, өзі, бұйға, бұлнесті, Өте жақсы, жақсы. Бұл сөздердің барлығы бүгінгі жаңа тақырыпқа арналған, жаңа тақырыппен байланысты. Енді келесі тақырып, келесі тапсырма, мына жердегі суретте көріп тұрғандарыңыздай шаш үлгісін сөздермен не істейміз? Сәйкестендіреміз. Суретті сөздермен сәйкестендір дейді. Біріншісі түйілгенді кім сәйкестендіреді? Келе қояды жан. Тез-тез сәйкестендіреміз. Түйілген. Так, өте жақсы. Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы. Келесі бюраланған. Кім сәйкестендіреді? Келе қоймаға тез-тезден. Бюраланған. Өте жақсы. Келесі, отырам. Тікірейген. Кім сәйкестендіреді? Керам, тікірейген. Кім сәйкестендіреді? Керам, тікірейген. Жоқ. Әкел, өшіреміз. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Келесі, қайсымен сәйкес? Қайсы дұрыс? Тікірейген. Өте жақсы, дұрыс. Келесі, ұшы күзетілген. Кім сәйкестендіреді? Ұшы күзетілген. Келе ғой. Әділжанның басқа ешкім жоқ па? Ұшы күзетілген. Жақсы, өте жақсы. Келесі, қиылған. Келе ғой. Қиылған. Өте жақсы. Так, келесі, өрілген. Өрілген. Кім сәйкестендіреді? Өрілген. Амир. Өрілген. Өте жақсы. Келесі, тақырланған. Келесі, кім тақырланған? Келе ғой. Келе ғой. Жоқ, ана, Артем келеді. Келе ғой, Артем. Тақырланған. Өте жақсы. Ең соңғысы өрнек салынған. Келе ғой. Өрнек салынған. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Тапсырманы тез-тез орындады. Енді келесі, ары қарай келесі тапсырма. Ал тексерейік. Тексерейік. Дұрыс па? Тексерейік, проверейік. Дұрыс па? Дұрыс, барлығы суреттер, сөздермен біз дұрыс сәйкестендірдік. Жақсы, өте жақсы. Қатесі жоқ, дұрыс. Енді келесі. Балалар, қараймыз, мәтінді оқимыз. Мен оқимын, тыңдаймыз. Сәлем достар, қазір сендерге өте әдемі шаш үлгісі көрсеткелі тұрмын. Міне, өте әдемі шаш үлгісі. Максим де отыр. Қараңыздар, бұл үлгіде шаш өрілген. Шашты қалай өрілгенін көрсетіп жатыр, және бюраланған, боялған. Орындау кезеңін түсіндірейін. Алдымен шашты жуамыз. Жуамыз, қалай аударылады? Сначала моемға жуамыз. Одан кейін кептіреміз, сушим, одан кейін қараймыз, расческамен қараймыз. Содан соң шашты бір самайдан бастап, міне үлгіде көрсетіп тұр ғой, бір самайдан бастап, келесі самайға дейін не істейміз дейді? Өреміз. Өріп болған соң қалған шашты бұйралаймыз, ұшын лақпен қатырамыз дейді. Енді ары қарай бұл мәтін сендерде балалар кітапта жазылып отыр. Кітаптың 33-ші бетінде
Үшінші тапсырма. Мына кітап 33 бет, үшінші тапсырма. Ашамыз, қараймыз, маңызымыз отыр. Енді мына жерде балалар қараңдаршы. Мына жерде мына тапсырмада 5 сөйлем берілген, сөйлемдердің дұрыс-бұрысын тап дейді. Ал бірінші сөйлем алдымен шашын жуған. Алдымен шашын жуған. Дұрыс па, бұрыс па? Алдымен шашын жуған. Дұрыс дейді, өте жақсы, дұрыс. Келесі, содан соң шашты бұралаған. Бұрыс, өте жақсы. Дұрыс емес, я, ол дұрыс. Өйткені бірінші шашты өрген, я? Шаш алдымен өрілген, сосын бұраланған. Дұрыс, жарайсы. Шашты елмен қатырған. Дұрыс емес. Шашты немен қатырды? Лакпен қатырған, я? Шашқа шаш қыстырғыш таққан. Дұрыс емес. Жақсы, өте жақсы. Барлықтарын балалар тапсырманы жақсы орындадыңдар.